Bir күні саяхатшы пілдер бағылатын үлкен алаңның қасынан өтіп бара жатып, қызық бір жағдайға тап болады. Ол сол жердегі алып пілдердің аяғына байланған кішкентай ғана жіпті көреді. Бұл жануарлар шынжырда емес, жіңішке арқанмен байлаулы. Саяхатшы қатты таңғалады. Олар қаласа әлгі жіпті үзіп қашып кете алар еді. Бірақ олар тып-тыныш тұр. Саяхатшы жаттықтырушыдан сұрайды: "Мына пілдер сондай үлкен. Неге олар мына жіңішке жіпті үзіп кетпейді? Оларды не ұстап тұр?" Жаттықтырушы: "Олар кішкентай кезінде біз оларды осы жіппен байлайтынбыз. Ол кезде бұл жіп оларды ұстап тұруға жеткілікті еді. Уақыт өтті, пілдер өсті. Бірақ санасында мен үзе алмаймын деген сенім қалды. Күші тау қопарғандай болса да, олар тырысып та көрмейді." Бұл оқиға бізге ой салады. Көп адамдар өткен сәтсіздік үшін өз мүмкіндіктеріне сенуден қалады. Шектеу тек сіздің ойыңызда. Сізді ұстап тұрған қорқыныш қана. Сол жіпті үзетін уақыт келді. Сіздің қолыңыздан бәрі келеді, тек өзіңізге сеніңіз.